елбасымыз ұлы даланың жеті қыры мақаласында ең алғашқы қыры атқа міну мәдениеті дегені бекерден бекер емес. Өйткені Ботай музей қоры Ботай қаласында алғашқы жылқы малы үйретілген, яғни бұл ең алғашқы дүние жүзінде 6000 жыл бұрын осы жылқы малын біздің ата бабаларымыз қолға үйреткен және пайдаланған. Ежелгі Тараз қорық музейі осы Ботай қорық музейін қарсы алып отыр. Солтүстік өлкетану музейі келіп отыр. Тәжірибе алмасу жөнінде бір-бірімізге келіп, осындай тарихи дүниелерімізді көрсету үшін бір-бірімізбен тәжірибе алмасып отырамыз. Қамбар батырды қарағасқасыз, алпамысты байшұбарсыз, қобыландына тайбұрылсыз елестету мүмкін бе? Я деп ек қаққаннан жоқ деп басты шайқау көп болар. Ендеше қазақты да жылқысыз елестету мүмкін емес. Осы тұста текті қазақтың ұрпақтары мына біз атқа міну мәдениетін жіті түсінгеніміз абзал.